Бұл видео жаңадан курьерка кіріп жатқан балаларға арналады. Әлі қай фирмада істеймін деп таңдап жатқан. Себебі маған жиі сондай сұрақ келеді личкаға. Брат, курьер болып істейін деп едім. Неден бастаса болады, қай фирма жақсы, қай жерде жақсы ақша төленеді деп. Бірақ былай айтайын, что курьерка қазірде и келешекте де қиын жұмыс болады. Себебі жылы кезде тапсырыстар аз. И курьерлер бұрыннан бері істеп келе жатқандар, олар білет, что курьерка тек осы қараша, желтоқсан айларында более-менее нормальный. Тек күздің соңында и қыста. Көктемде, жазда курьерка уже слабо жүреді. И негізі былай қосымша ретінде или былай кредиттер тақап жатса, онда істесең болады. Но бірақ ауа райға шыдау керек, суықта шығу керек, жаңбырда, қар жауатқан кезде, в основном сол мопедпен болсын, веломен болсын. Бұл видео ұзақ болады. Мен курьерканы көп ұрдым деп айтамайын, доставка істедім деп. Сәл былай істеген, бірақ менің араласатын общение кругым в основном курьерлер, и мен солардан да көп нәрсені үйрендім. Дос балалардан, таныстардан көп соны білем да, курьерка жайлы. Бірақ сосын маған альтерге жазсаңдар, телеграм группаға, ол жақта менде закрепте басқа группаларға ссылкалар бар. Ссылка курьер күнделігі деген группа бар. Яры Яндекс ұратын балдар. Артиллерия пеших курьеров, ол жақта да в основном көбі Яндекс ұрады. Вольт группа бар, ресми группасы, сосын Вольтта істейтін балдар жеке ашпаған группа, Glovo группа. Сол сілтемелер бар, и келешекте сол жаққа кірсеңіз, өзіңіздің былай тәжірибеңізді, біліміңізді сол жақта көбейтсеңіз болады. Ол жақта менен 100 есе мықты балдар бар, потому что олар күнде соны доставканы ұрады. Мен доставканы күнде ұрмаймын, но кейде былай доставкаға шығам. Бірақ мен Яндексті да, Вольтты да, Гловоны да істегем. Великпен де жұмыс істедім, мопедпен де, машинамен де. То есть бұл видеода менде айтатын нәрсе жетеді. Жаңа мен айттым, что курьерлер в основном тек қазір суық ауа райды күтеді. Жылы кезде заказдар түспейді, и негізі өзіңді қатты курьер болам деп настрой етпе. Егер де сенде өзіңнің мамандығың бойынша жақсы бәрі шығып жатса, онда өзің мамандығың бойынша істей бер. Хоть айлық көп болмаса да, бірақ андай тәжірибе жинап, сондай не қылып. Либо мысалы кредиттер тақап жатса, ақшадан қатты қиналып жатса, онда я курьерка кіруге болады. Қай фирма дұрыс, мысалы Яндекс па, Вольт па, Глово ма? Негізі ең былай капризный, кішкене былай непонятный, бір түрлі сондай фирма программасы кейде былай алдай қоятын, ол Яндекс. И менің кеңесім именно бірінші фирманы доставкада Яндексте істеу керек. Яндексті сен істеп түсінсең, Яндекс негізі жақсы қосымша, ол нормальный. Мен кейде, конечно, видеоларымда былай сәл не қылам, мен Вольт пен Гловомен салыстырғанда Вольт пен Глово жақсырақ деймін, но в принципе Яндекспен істегенде нормальный системасын түсінсең. И негізі Яндекстің системасын білетін балдар тәжірибе жинап алған, олар вольтерлермен и гловерлермен бірге ақшаны бірдей табады. То есть Яндексте прям табыс жағынан Вольттен, Гловодан кем емес. Просто оны да түсіну керек. Вот. Тек программасы сәл капризнелау, оны да бәрін қазір айта кетем. И Яндекстен баста, сосын сол кезде сен түсінесің, корпоративный заказ дегенне, мысалы алады, саған сразу 5 заказды бере салады. Оларды сен таңдауың керексің обязательно. Программа Яндекс Про деген скачать етесің, бірақ оны саған сол жеке именно специализированный сол группаларды балдар сразу түсіндіріп айтып береді. Сол себепті телеграм группа альтерге жазсаң, табылмасаң, закрепте мен саған өзім сол группада, телеграм группада, сол именно Яндекс телеграм группасының ссылкасын жіберем. Ол жақта саған қай программа скачать ету керек, оның тестін қалай өтеді, таксопарктардың списоктарын жібереді. В общем, тіркелесің, қиын емес. Ең маңыздысы
маған жаза мен сені сол группаларға қосам, и уже сол жақта коллектив, сол балдар сразу саған көмектеседі. Бірақ телеграм группаларда мынандай да, сен жазған кезде былай бәрін сәл былай ойланып и сауатты четко жазуың керексің да, и күтесің. А то кейбір балдар бар, джиге айтыңдаршы, айтыңдаршы деп, как будто бір міндет сияқты. Ол жақта балдар айлықтап отқан жоқ, олар просто өзінің тәжірибесін бөліседі да, тәжірибесімен. Сол үшін олармен сөйлескен кезде уважительно сөйлесу керек, брат, маған көмектесші деп ше. А то кейбіреулер кіріп алады да, маған көмектес деп бүйтіп жатып алады, типа я же білмеймін кім сияқты. И поэтому в общем солай түсіндіріп айтып береді. Ақша неше табуға болады, былай өзіңе байланысты. Смотря немен жұмыс істейсің, жаяу жүресің ба, великпен ба, мопедпен ба. Жылы кезде негізі табыстар аз. Там күніне кейде может 5000 табып қаласың, может одан сәл көбірек. Ну, Алматыда. Басқа қалаларда курьерка одан да қиын. Вот мен пока Алматы жайлы айтайын, басқа қалалар жайлы точно енді былай естуім бар, бірақ өзімнің тәжірибеммен бөлісейін, мен Алматы жайлы айтайын, ол жақта істедім да. Вот сол Яндекстен баста корпоративный заказдар. Яндекстің плюсы то, что сен заказды апарасың и ақшаны саған сразу береді. Прям сол доставканы апарған соң. Сосын сен Яндексте фирманың наличкасын өзіңе алмайсың. Мысалы, Вольт пен Гловода кейде саған клиенттер мысалы 10 мың беруі мүмкін. Бірақ ол доставканың бағасы емес, ол сол тамақтың бағасы, и плюс сенің доставкаң сол тамақтың бағасына кіреді. Сол 10 мың теңгені аласың, 10 мыңнан өзіңе там 500-600 теңгені қалдырасың да, қалған 9400, 9600 теңгені қайтадан сол Глово мен Вольтқа жіберуің керексің. Оның сондай өздерінің бір ерекшеліктері бар. Бірақ уайымдама, егер де сол Вольт пен Гловоны сосын істеген кезде, тоже сол группаларды жеке-жеке Вольттың группасында, Гловоның группасында саған бәрін түсіндіріп айтып береді балдар. Ол группаларда мен өзім бармын, кейде стараюсь тоже өзім сол жақта жауап қайтарып беруге. Вот обязательно Яндекстен баста, потому что уже Глово мен Вольт оңайырақ болады. Қазір мен енді Вольт пен Гловоға көшейін, и солар жайлы айтып жатқан кезде, по-любому Яндекс жайлы тақырып көтеріледі да, салыстыру жағынан. И қазір Яндекс туралы тоже жалғастырам. Вольтты алсақ, Вольтта официально тіркелсең, фирмасына барып, Ади Шарипова деген 95 па, қателеспесем, бірақ альтерге жазсаң, точно тугиспен сілтемесін жіберем. Ол жақта тіркелесің, и примерно бір апта сайын ақшаны жібереді, бірақ Вольтта бухгалтериясы сәл нашар. Кейде бір аптада жібереді, кейде балдар 10 күн, 2 апта, 3 апта күтіп кездер болады. Курьер саласында істеп жатқан балдар, олар көбі қазір мысалы кредит алып жатқан, қиналып жатыр да кішкене ақша жағынан, и оларға апта сайын ақша түскен керек. Ал Вольтта кейде официальныйда түспей қалады да, и қиналады балдар. Поэтому соны білу керек. Потом Вольтта жылы кезде доставкалар аз болып қалады, потому что ол жерде Яндексте сияқты любой кезде на линии деп баса салады, адамдар кіре салады да. И заказдар, мысалы 3 заказ тұрса, кешкі сағат 8-де 3 заказ тұр, ал линияға мысалы 30 курьер келеді, 30 курьер оларға 3 заказ мысалы жетпейді. Сол минусы бар. Сосын Вольтта таксопарк деген нәрселер қазір ашылып бастады. Осы 2024 жылы соңында, осы қараша айында, ноябрьден бастап примерно хит болып жатыр. Таксопарктың айырмашылығы, ерекшелігі, что сен ақшаны, мысалы сен бүгін Вольтта жұмыс істедің, и ертең күні саған ақша түседі. Вот. Бұл бірақ официальный Вольт емес, почти официальный, бірақ сен ол жақта көбірек процент төлейсің. Мысалы, егер де сен Яндексте ИП-сыз, обычно жұмыс істей берсең, Вольтта сен уже договор толтырып, офисына барып, тіркелесің. ИП деген бар, сол индивидуальный предприниматель, официальный Вольтқа тіркелсең ИП-мен, онда сенен ақша ұстамайды заказдан. Сен 800 теңгеге заказды апардың, саған ақша түсті программа Вольтқа.
сен сол 800 теңгені таза өзіңе ал. 800 теңге саған счетыңа түсет таза, ешқандай процент сен ұсталынбайды. Ол ИП официальный вольтта. Және де официальный вольтта ГПХ деген бар, ол тіркелудің екінші нұсқасы. ГПХ-да 22% ұсталынады. Ол 22%-ке ұсталынған әр заказдан сен пенсионкаң жүреді, и және де сол здравоохраненияның, денсаулық сақтаудың әртүрлі салықтары. Ол, получается, фирма Вольт сен ұстаған ақшаның сәл бір бөлігін жіберіп тұрады сол налоговыйға, пенсионный фондтарға. Бірақ тоже 22% ол аз емес. И тоже сол где-то бір апта, кейде 8-9 күн күтесің, оларда период деген нәрсе бар, и периодтармен ақша түседі. Вот. Ал таксопаркта, мысалы, қазір Вольт таксопарктар примерно 15% ұстап жатыр, егер де сенде ИП болмаса. Егер де ГПХ-да 22% ұстаса, Вольттың таксопаркында неофициальный, бірақ ол, по идее, олар бәрі официальный, бірақ мен просто қазір официальный деп жатқаным, ол бір апта күтетін офистің, именно Ади Шариповадағы официальный офистің. Сосын олардың филиалдары бар, кішігірім таксопарк деп аталады, и ол жақтарда жаңағы мен айтқандай 15% солай ұсталады, бірақ 7%-ке арзандау, то есть саған сәл енді выгодно бір жағынан, бірақ пенсионкаң, сосын здравоохранение, олар, по-моему, төленбейді, қателеспесем. Ол жақта сен уже экономдайсың, бірақ аналар төленбейді. Ал егер де ИП-мен тіркелсең, сол таксопаркқа, онда сенен тек 10% ұсталынады. И ақша басынан келесі күні түседі. Бірақ олардың минусы, Prosper Pay деген программа бар, Apple Store, Play Market'те де бар. Олар сол программамен саған ақшаны жібереді. Бірақ ол Вольттың тек бір таксопаркі ма, екі таксопаркі сондай. Вольтта пока что ноябрьдің осы соңында, қателеспесем, 4-5 таксопарк бар, примерно сондай. И сол таксопарктардың жаңағы Prosper Pay деген программасы ертеңгісі күні саған ақшаны жібереді. Сен бүгін істедің, и саған ертең түстен кейін уже ақша түседі таксопаркында. И бір минусы, что кейде сол программалары техникалық байқауға, сол технический бір обслуживанияға кет қалады, и кейде 1-2 күн істемей қалады, и балалар ақшасын ала алмай қалады. Хотя олар әр өзінің заказынан 10%, 15% беріп тұр. Вот сол минусы бар кішкене. Гловоны мысалы айтсақ, Гловода енді істеу үшін слот деген нәрсе бар, Яндексте сияқты. И слот деген ол бір календарь беріледі саған, мысалы дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі деп күндер тұрады. Сен таңдайсың, мен осы күні шығам, осы уақытты деп, и басасың. Егер де сен таңдап қойсаң, сол слотты, сол мезгілді, оны қайтадан отмена жасау жоқ. Сен бастың ба соны, сен сол күні линияға шығып жұмыс істеуің керексің. Отмена істесең, оны содан кейін сенің аккаунтыңды блокқа салып жібереді. Сосын істей алмай қаласың. Сосын Гловода суық кезде кейде слоттар енді нормально ашық тұрады, бірақ сәл жылы кезде ауырай слоттар сразу жабылып кетеді. И о жақта істеу үшін саған слоттарды алдын ала ерте бронь ету керек та, бронировать ете алу керек. Четверг күні, бейсенбі күні ашылады, көбінде кешкі 4-тен кейін, 7-ден кейін Гловоның рейтингіне байланысты. Рейтинг ол саған байланысты. Сен күнде жұмысқа шықсаң, обедте, кешке жақын час пик кездерінде заказдарды өткізбесең, клиенттермен жақсы сөйлесең, сен рейтинг көбейеді, и сол календарьдың слоттары саған сәл ертерек ашылады бейсенбі күні. И еще қателеспесем, дүйсенбі, понедельник күні тоже вроде ашылады. Четверг күні точно ашылады, кешке жақын, бірақ рейтингке жаңағыдай мен айтқандай байланысты. И четверг күні саған календарь ашылды, сен сразу бронировать етуің керексің алдын ала. И Гловодағы жұмыс ол тек ярый, андай мықты еңбекқор курьерлерге арнайы, мысалы мопедпен жұмыс істейтіндерге. Машинамен де сөйтуге болады, бірақ енді машинамен мопедпен салыстырғанда табыс сондай емес.
парковка іздейсің, там темалар көп, оны қазір жалғастырамын сосын. Ал егер де мопедпен алсақ, иә, мен қазір сол примерно мопедпен айтып жатырмын, сол яндексті, вольтты, глованы, то гловада сен бәрін бронировать етесің да алдын ала. И даже жаңбыр жауып кетсе де, қар жауып кетсе де, сен шығуың керексің линияға гловада. Шыдауың керексің. Ол жақта в основном қазір былайша айтқанда терминаторлар жұмыс істеп жатыр да. Олар андай мықты андай экипировкалар киіп алады, дождевиктерді, прям ауа райға қарамай жұмыс істейді ше. Вот глова сол үшін. Егер де сен студент болсаң, или сенің бір основной жұмысың бар, или жаңбырда, суықта жұмыс істегің келмейді, там қар жауып жатқан кезде, жол тайғақ кезде, онда вольтта істесең болады. Мысалы, вольтқа шықтың, жұмыс істеп жатсың, жаңбыр жауып кетті, қар жауып кетті, сен линиядан бір заказды енді сәл су болсаң да, қар болсаң да, до конца істейсің да, там 20-30 минут. Потом уже линиядан шығып кетесің да, кетіп қаласың, сен банға кетпейсің. Вольтта сен өзің линияға шығасың, кетесің, сондай. Ал гловада сен шығып кетсең линиядан, слоттарды бронь етіп, амп еткізеді да, и сен уже банда жатасың. А гловада баннан шығу өте қиын тоже вольттан. Ну, вольтта да, гловада да қиын баннан шығу. Хотя Яндексте де қиын. Любой фирмада бан алсаң қиын ғой. Вот. Гловада еще мынандай нюанс бар. Мысалы, сен бір заведенияға келесің, мекемеге, и олар саған айтады, сен мына тамаққа өзің төле дейтін, сондай бар. Сен оны төлейсің. Мысалы, сен KFC әкеліп бара жатсың. Хотя KFC-ға төлеткізбейді. Скажем, басқа бір ресторанға кірдің, ол жақта айтады 10 мың төле дейді. Сен өзіңнің ақшаңнан 10 мың бересің. Сосын олар саған сол береді тамақты. Содан кейін сен клиентке апарасың. Ол клиент саған сол 10 мыңды береді, сен оны аласың. Сосын бұрында касса 24 деген терминалдарға сол глованың ақшасын салу керек еді. Бірақ қазір Каспи платежға кіресің де, сол ақшаны сала саласың. Бірақ ол неге саған заведение ақшасын төлетеді? Потому что ол жақта баланс наличных деген бар. Баланс наличных деген вольтта да бар, гловада да бар. Ол, короче, мынандай сенің, так скажем, виртуальный сенің банкың ше. Виртуальный мынандай кошелек сияқты. Виртуальный кошелек, ол жақта баланс плюсқа или минусқа кетеді. Баланс минуста болса, ол жақта жақсы. Баланс плюсқа кетсе, ол жаман, нашар. Олар бүйтеді. Сен, мысалы, гловада бір тамақты апардың, сосын саған клиент Яндексте сияқты 1000 теңгені бермейді доставка үшін сенің табысыңды. Ол саған 11 мың теңге береді клиент. Сен сол клиенттен 11 мың теңгені аласың. Одан 1000 теңгені өзіңе қалдырасың, или олар саған гловалар өзі сосын сол 1000 теңгені жібереді. В общем, сенде сол қолыңда ол наличка қалады. Ол наличканы олар анау виртуальный сенің баланс наличныйға плюс 10 мың деп жазып қояды, что сен гловаға қарызсың солардың ақшасын. Сосын келесі сенің заказдарың глова бүйтеді да, бір мекемелерге жүрген кезде олар біледі, что глова саған бірінші клиент ақшаны наличканы берген, что сенде қолыңда әлі сол 10 мың бар екен. Баланс наличныйда плюс 10 мың тұр. И сен соны потом заведенияға барған кезде сол ақшаны бересің, аналар саған тамақты береді, сен оны барасың, клиентке апарасың, сосын клиент ақшасын саған жібереді, или ол да безналичный оплата тұрады, и ол саған заказ сен соны аяқтаған соң, сенің анау виртуальный сенің счетыңда, кошелегіңда, глованың уже плюс 10 мың емес, уже 0 болып тұрады. Бұлай қазір айтқанмен ол қиын ше, бірақ өзің примерно гловада 3-4 күн істейсің, и уже сразу түсінесің. Мен де бірінші күні түсінбей, короче, басым қатып, тиктокқа айтам, джи, мынау не, мен төлетіп жатырмын гловада, балдар жоқ, уайымдама, ол бәрі рассчитаны, бұл жерде ештеңесі қиыны жоқ деп, мен, короче, маған түсіндіріп айтып беріп, сондай маған кеңестер беріп, вот сол балдарға рахмет. Вот, ну, видишь, мен саған сол жаңа айтқанмен Яндекстен баста, потому что вольт пен глова хоть программалары былай әдемі күшті болғанымен, олардың сондай приколдары бар да, олардың приколдарымен қиын болмау үшін саған Яндекстен бастау керек, доставканы түсіну керек, қалада мысалы мопедпен болсын, веломен болсын жүрудің системасын түсіну керек. Сосын вольтпен Яндекске, гловаға көшесің да вольтпен. Вот. Қазір тағы да еще не жайлы айтуға болады.
негізі көп айтатын нәрсе, велосипедпен мысалы жұмыс істеген кезде жұмыс істеймін десең қай жақта дұрыс істеу. Қазір вольтта да пеший вело режим бар, гловода да пеший вело бар, яндексте тек пеший бар, бірақ пеший мен велосипедпен де ұрады. Бірақ яндексте сен пешийді ұрсаң да велосипедпен сені алысқа жібереді, қатты ақталмайды ақшасы. Қазір веломен ноябрь 2024 жылы веломен гловода вольтта негізі жақсы, и даже вольтта одан сәл жақсырақ ау деп ойлаймын, потому что вольтта сені жоғарыға жіберіп жатса, сен хотя бы отмена істей саласың да, ал гловода отмена істей алмайсың, по-любому таңдауың керексің. Бірақ гловода заказдар стабильно түседі, жаңа айтқандай, жылы кезде вольтта кейде курьерлер көп болып кетеді, заказ азайып қалады. Гловода слот болғанымен слотқа мысалы, скажем, 500 курьер кіреді, и заказдар мысалы 500 заказ болса, ол әр айсына бір заказдан түсіп тұрады нормально. Ал вольтта сияқты емес, что 500 там курьер кірді, ол, то есть наоборот, там 5000 курьер кірді, мына жақта 500 заказ, и короче жетпей қалады заказдар. Вот. Және индрайвер, чокофуд рядом, хотя рядом со чокофудтікі, АБР деген доставкалар, олар тоже бар, бірақ олар нарықты прям кімдер сияқты жаңағы Яндекс, Глово, Вольт сияқты алмағанда, и по-любому қазір курьерлер көп осы үш фирмада жұмыс істеп жүр. Индрайвер былай көбінесе қосымша бір Яндекспен бірге мысалы әкетеді да олар. Бірақ білмеймін, енді ондай да мықты курьерлер бар, екі заказды былай әкететін. Но мен мысалы көргем, что кейбіреулер мысалы индрайвермен істейді Яндексте, өздері үлгермей қалады, мына жаққа да, Яндекстен оларға клиенттер звондап отырады, заказым қайда деп, индрайверде. То есть білмеймін, лично мое мнение, лучше бір фирмада істесең, істей бер, чем мына жақтан бір заказды алып, мына жақтан үлгермей кетесің. Вот, ну, үлгеретіндер бар, бірақ аз, поэтому, тем более новичок болсаң, лучше тек бір фирмамен істей бер. Так, что еще можно сказать фирмалар жайлы? Гловода таксопарк деген тоже бар, 7% алады, бірақ ол жақта апта сайын түседі ақша. Просто ол таксопарктың Гловода плюсы, тоже вольтта сияқты, что сен өзіңнің счетың блокта, арестте болса, басқа адамның счетын, карталарын тіркейсің да, и жұмыс істей бересің. Ол таксопарктар еще сол үшін плюс. Бірақ пока что вольттың таксопарктары мықты болып тұр, потому что ақша келесі күні түседі. Гловода өкінішке орай по-любому бір апта күту керек. Сосын еще Гловода мынандай бар, мысалы сен жұмыс істейсің, қателеспесем, күндіз мысалы жұмыс істесең, кешкі 8-ге дейін, и сенде жаңағы мен айтқандай виртуальный кошелекта мысалы сен плюс 5000 плюс 10000 деген не болып тұрса, Гловоға қарыз. Бірақ сен өзің доставкаларына істеп, күні бойы 10 000 тапсаң или 15 000, онда саған Глово түнгі сағат 2-ден кейін сенің тапқан табысыңнан тең жартысын саған алдын ала бір апта күтпей тұрып, саған ақшаңды бере салады. Аванспен ше, сондай бар. То есть почти Яндексте сияқты. Ондай да бар. Бірақ оны да түсіну қиын шығар, бірақ оны істесең түсінесің. Сосын Гловода мынандай тема бар, оны бұрыннан істеп келе жатқан балалар айтады, что Глово алдамайды, бәрі жақсы деп ше. Бірақ Гловода мынандай, что бір өздерінің бір саған почтаға жіберген кезде нелер жібереді, накладной акттарын, біз сенен ақшаны мынаған ұстап қалдық, мынаған біз саған түнде 2-ден соншама ақша бердік бүйтіп. И сәл былай нелер көп та, калькулятормен есептейтін заттар. То есть сен жұмыс істейсің, сен ойлайсың, так мен бүгін 15 000 таптым деп ойлайсың, и саған айтады, жоқ, сен бүгін 8 000 таптым дейді. Себебі біз саған мынау үшін ақша бердік, мынаған ақша бердік, сен түнгі 2-ден мынанша ақша алдың дейді. Сен бәрін есептейсің да, кейде ол дұрыс болмай қалады, кейде дұрыс болады. Бірақ бұрыннан істеп келе жатқан курьерлер айтады, негізі бәрін Глово нормально санап береді. Но кейбір курьерлер бар, что айтады, жоқ, что-то мен Глово алдап жатқан сияқты, мен күні бойы істегем, маған авансты түнде
5 мың берді деп айтты. На самом деле маған тек 500 теңге берді, 1000 теңге берді, или ақша вообще бермеді. Неге мен университет? Сондай Глованың бір приколдары бар, что былай санап жүреді. Енді ерекшеліктері дейік. Вот. Но в принципе мықты курьерлер Глованы тоже мақтайды, и Вольтты да жақсы дейді, и Яндексте де жақсы дейді. Мен білемін, 2-3 жыл подряд мықты істейтін курьерлер Яндексте де ұрып жатыр. Ол жақта да мысалы мықты ақша тауып жатыр, жақсы. Негізі әр фирмадан өзінің ұнататын адамдары бар істейтін. Вот. Поэтому менің бұл жерде айтарым, Яндекстен баста. Потом бұл курьерка, жаңа мен осы видеоның басында айтқанмен, қиын жұмыс, именно шыдамды болу керек, суыққа, жаңбырға, қарға. Вот сол кезде ақша табасың. А мысалы, ой, мен там қазір жылы кезде шығамын, сосын шықпаймын, ақша көп тапқым келеді десең, бұл жерде ондай тема жоқ. Чисто пахать етесің, пахардың жұмысы ғой. Былай оңай емес. Тағы да қосымша сұрақтарың болса, бізге телеграм группаға альтерге жазсаң болады. Бәрін сол жақта түсіндіріп айтып береміз. Сол жақта бізде почти 4000 адам бар. Мен болмасам да 4000 адам арасында мықты курьерлер де бар. Бәрін түсіндіріп айтып берді. Ол жақта біз мопедтер жайлы сөйлесеміз, велосипедтер жайлы, мотоциклдер жайлы, там авто курьерлер, автомен жүретін балдар бар. Бұрында мопедпен жүріп, доставканы қойып, қазір басқа мамандық бойынша істеп жатып, машинамен жүргендер бар, жаяу жүргендер. В общем, сондай осы біздің бір қауымымыз ғой. Мототематика, альтернативный осындай транспорттар, доставка да бар. В общем, сондай универсальный группа. Давай, сау бол.